Қайырлы таң, достар. Сіздерге осындай ерекше жолмен дайындалатын сникерс тортының рецебін ұсынамын. Ең бірінші бисквитімізді дайындап аламыз. Миксерімізге жұмыртқамызды жарып, оған қантымызды қосып, орташа баяу скоростьта осындай миксерлейміз. Және де осы миксерлеген кезде жұмыртқаның түсі кішкене ағарады. Осы ағарған кезде сүтімізді қосамыз. Және сұйық майымызды қосамыз. Бәрін бір миксерлеп аламыз. Бөлек дайындалған какаомызды 12-ін араластырып, жаңағы дайын болған массамызға біртіндеп қосамыз. Осындай қалақшаның көмегімен кішкене араластырып аласыздар да. Ұнтағымызды біртіндеп қосамыз. Араластырғанда астынан үстіне қарай араластырасыздар. Бұл жерде венчик қолданбайсыздар, миксер қолданбайсыздар. Әйтпесе бисквиттарыңыз көтерілмей қалады. Осылай жасайсыздар. Мен жасаған сияқты. Араластырып болғаннан кейін формамызға құямыз. Менің формамның диаметрі 24, 170 градуста 60 минут піседі. Әркімнің духовкасы әрқалай. Может, сіздерде 45 минутта піседі. Қарап тексеріп отырасыздар шпажканың көмегімен. Пісіп болған бисквитімізді бөлме температурасында суытып, содан кейін барып бірақ қолданасыздар. Міне бисквитіміз осындай болып көтерілді. Менікі осы бисквитімді 4 бөлікке бөлемін. Осы бөліп алғаннан кейін арасына кремменен арахисті, шоколадный пастаны орналастырып жағамыз. Мен крем жасауды алдыңғы жасаған торттарымнан көресіздер. Молочная девочка торты, красный бархат тортын жасадым. Сол жерде кремдердің нелері, пропорциялары көрсетілген. Қалай жасау керек екен. Крем-чиз қолдандым. Сливки мен творожный сырдан жасалған кремімізді қолданасыздар. Сол алдыңғы неге видеоларға қарасаңыз, сол жерде бәрі жазылып тұр. Өстіп жағып аласыздар да, ортасына арахис қосылған шоколадный пастаны саламыз. Сондықтан да сіздерге айтқаным осы карамель емес, шоколадный арахисовый пастаны қолданып жасадым. Осылай кольцо қылып жасап аласыздар. Жаңа шоколадный паста менен арахистарыңыз шығып кетпеу үшін, ағып кетпеу үшін осылай орналастырасыздар. Осы арахисовый пастадан кейін екінші бөлігіне шоколадный пастаның өзін ғана жағып орналастырамыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай өстіп жасайсыздар. Бір бөлігі арахиспен, бір бөлігі шоколадпен болады.
целлофанмен немесе пищевой пленкаға орап, кольцоны кигізіп, формамызды холодильникке кем дегенде 2 сағатқа қойып аласыздар. Жаңағы кремі сіңу үшін. Содан кейін сыртына ганашын жағып, осындай торт дайындайсыздар. Ганашты кейін тағы бір видеомда түсіріп, сіздерге көрсететін боламын. Міне осылай. Бетіне тағы да шоколадты жаңағы әрлеу үшін шоколад пен сливкидан крем жасадым. Соны дайындап аламыз. Жаңағы торттың бетіне узор салғанға осындай қылдырып дайындап алдым. Енді торттың бетін өздеріңіздің қалауларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Мен шоколадпен және құлпынай шоколадты креммен әсемдедім. Бұл торт жаңағы туған күн иесіне арналғандықтан ортасына осындай жазу жазып қойдым. Сникерс тортымыз осындай болып шықты. Ортасын бөлгенде осындай биік, дәмді